Шоу-бизнес әлемде сұмдық ақпарат. Барша көрсін білсін, хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Бұл не сұмдық? Сәкеннің жары басқа әйелменен жүрісіне қатысты сыбысына жауабын берді. Бұл не сұмдық? Сәкеннің жары басқа әйелменен жүрісіне қатысты сыбысына жауабын берді. Сәкен Майғазиев жұрт арасындағы тарап жүрген Сәкен менен Мәдина Сәдуақасова бірге екен деген әңгімеге қатысты пікірін ашық айтты. Әншінің айтуынша, біреулер тіпті оның жарын хабарласып күмән тудыратын сөздерді айтқан деп хабарлайды өзгеріс.инфо. Жұбайыма біреу телефон шалып Сәкен менен Мәдина білдірмей жүрсін, бұл не сұмдық депті. Енді өздерің білесіздер, отқа май құйып өсек тарату жақсы көретіндер бар дейді Майғазиев. Әншінің сөзінше, әйел әлгі адамға біз Мәдинаның отбасыменен жақсы араласамыз деп түсіндірген. Бірақ қоңырау шалған адам жоқ, білдірмей жүрсін деген күдігінен қайтпаған. Сонда келіншегім өте әдемі жауап беріпті. Жүрсе білдірмес еді ғой. Осы менен әңгіменің нүктесі қойылды деп ойлаймын дейді Сәкен Майғазиев әйелі туралы мақтанышпенен. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатты болыңыздар.